Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында өте дәмді әрі оңай жасалатын фриді жасаймыз. Ол үшін бізге 3-4 картоп керек. Ол картопты біз осылай ұзыншалап турап, жақсылап мұздай суға крахмалы кеткенше 3-4 рет жуып аламыз. Жуылған картоптарымызды осындай кухонный салфеткаға немесе қағаз салфеткаға жайып, жақсылап кептіріп аламыз. Егер де сіз фастфудты жақсы көрсеңіз, жоғарыда мен корн-доктың ссылкасын қалдырамын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Қыздырылып тұрған табада картоптарымызды жақсылап қуырып аламыз. Біздің майымыз міндетті түрде жақсы қызған болуы керек. Сол кезде біздің картоптарымыз өте дәмді, қытырлақ әрі осындай золотисты болып шығады. Осылай шыққан картоптарымызды енді жаймендеп сүзіп аламыз. Елкеміздің үстіне қағазды жайып, жақсылап барлығын майын сорғытып аламыз. Осылай ыстықтай картоптарыңызға тұзды сепсеңіз, фриларыңыз одан да дәмді болады. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, маған лайк қоюды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.